Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Қиярлардың өсу барысы бір көрсетіп қояйын деп осы видеоны дайындап отырмын. Мына қиярлар осындай. Мынау басқа қиярларым. Өткендегі байлағандар ол басқа. Бұл қиярларым әлі гүлдейін деп тұрған жоқ. Мына енді бой көтеріп өсіп келе жатыр. Осы кезде жаңағы байлап, жіптерін байлап жанына дайындап қойсақ болады. Былай болып өскен кезде жаңағы жіптерге айналдыра саламыз. Осылай біраз уақыттан кейін отырғызған қиярлар, міне одан кейінгі отырғызған қиярлар одан сәл кішіректеу. Бөліп жасағаннан бір жақсы, мысалы, өткендегі қиярларды байладым ғой. Соны бір байлап, содан кейін біраз уақыт болады да, келесі мына қиярларды байлағанша бұларды байлап реттегенде осыларды байлайтын кезек болып тұрады. Сондықтан маған әзірге солай ұнайды, ыңғайлы десем болады. Мына өткендегі қиярлар байлап қойған. Міне жақсы өсіп жатыр. Міне гүлдеп жатыр. Гүлдің астында қияры тұр. Міне біразы гүлдеп бастап жатыр. Ол деген сөз енді біраз күнде қиярлар дайын болады деген сөз. Мына осындай, қазір 32 градус ыстықты көрсетеді теплицаның ішінде. Мына жерде жаңадан 3-4 күн бұрын егіп қойған қиярлар. Олар енді шығып жатыр. Міне осы жерге ыңғайлысы екі қатарға отырғыза салдым. Бір 20 шақты қойдым жаңағы дәнін, қиярдың. Енді солар міне ептеп шығып жатыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 шығыпты. Суаруға ыңғайлы, содан кейін барып міне ептеп өскеннен кейін бөлек жерге отырғызуға ыңғайлы болады. Сондықтан үсті отырғыза салдым. Мынандай үлкен жерді, айтамыз ғой, үлкен жерді занимать етіп отырғызып қажет емес, өстіп кішірек жерге отырғызып, кейін қалақпен алып ептеп бөлек жерлерге отырғызсақ болады. Үлкен жерге бірден отырғызсақ, жаңағы біреу шығады, біреу шықпайды. Сондықтан мына өсіп келе жатқанда бәрін шыққандарын қатар-қатармен отырғызып, жерге үнем болады десек дұрыс шығар. Қиярлар туралы бүгінгі видеом осы. Ұнап жатса лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.